Жантақтың емдік қасиетін білесіз бе? Қазір жантақтың гүлдеп жатқан кезі. Оны ауыл тұрғындары малдың қыстық азығы ретінде пайдаланатыны белгілі. Ал емдік қасиеті туралы біреу білсе, біреу білмес. Сіздермен бірге пайдалы кеңес арнасы. Бүгінгі видеомызда жантақтың емдік қасиеті туралы толық айтатын боламыз. Тақырып қызық болса видеоның соңына дейін көріп, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Осыдан бірнеше жыл бұрын менің өтім толып қала беретін, асқазаным қыжылдайтын, қалаған нәрсемді жей алмай қор болатынмын. Тіпті кейде астың сіңуінің өзі қиынға соғушы еді. Дәрігерге көрініп үнемі дәрі қабылдаумен жүретінмін. Бірақ дәрі ішуден, укол салдырудан да адам шаршайды екен. Өтім толып аузыма ащы запыранның дәмі келіп, қиналып отырғанымда үйге көптен бері көрмеген бір ағайынымыз келіп, мазамның болмай отырғанын кіржиген қабағымнан байқаған ол кісі бір жерің ауырып отырма деп сұрады. Мен ас қорыту жолының дұрыс жұмыс істемейтінін айтып едім. Ол дәл қазір жантақтың гүлдеп жатқан кезі, соны көп қылып әкеліп қойда, майдалап турап, шай секілді демдеп ішіп жүр. Аттай болып кетесің деді. Туысымыздың жасы ұлғайған кісі еді. Сөзіне сенер-сенбесімді білмедім. Қарттықпен бірдеңені шатастырып айтып қалса, бекерге уланып қалармын деп қорықтым. Сөйтіп ол кісіге мақұл деп бас изегенім болмаса, айтқанын орындай қойғаным жоқ. Біраз уақыттан кейін әскерде бірге болған дос жігітті көшеде кездестіріп қалдым. Қала сыртында саяжайы барын айтқан ол мені сонда қонаққа шақырды. Бардым, таза ауамен тыныстап, есік алдында хауызына шомылдық. Досым кәуап әзірледі, әйелі ет асты, дастарханды тәтті-пәттілерге толтырды. Көкөністерден жасалған салаттардан ғана ауыз тиіп, еттен жасалған тағамдарды түртіп қана қойғанымды байқаған досым, неге тамақ жемей отырсың деп сұрады. Мен ауруымды айтып едім, ол маған күле қарап, сен қорықпай жей бер, мен оны сіндіретін нәрсе табамын деді. Мен арақ құяйын деп отырған шығар деп, ондайды іше алмаймын деп сызылдым. Шыны керек, арақта жақпайтын. Сонымен досым маған күштеп кәуапты, ет тамақты жегізді. Бірер сағаттан кейін шай демдеп әкелді. Дәмі өзгешелеу екен. Ішіп отырмын. Қандай шай деп сұрауға ұялдым. Не керек, қанша күшті тамақ жегенімен сол күні мен түнде тыныш ұйықтадым. Запыран да мазаламады, асқазанымда қыжылда болған жоқ. Тыныш ұйықтадым. Ертесіне қайтып бара жатқанымда құтыға салынған бірдеңе берді. Не екенін сұрағанымда, ол бұл сені ауруыңнан айықтыратын нәрсе. Күніне осыдан бір шай қасығына бір стақан қайнаған су құйып іше бер, жақсы болып кетесің деді. Әрі қарай қазбалап сұрауға ұялып кете бардым. Үйге келген соң досым берген шөпті айға жуық іштім. Шынында да жағдайым түзеліп, бұрынғыдай мазам қашпайтын болды. Емдік шөбім таусылған соң досыма қоңырау шалып, өткенде берген шайыңның таусылғанын айтып, тағы бар ма деп сұрап едім. Ол кеңкілдей күліп, соның не екенін байқамадың ба? Кәдімгі жантақ қой, соны гүлдеген кезінде орып ал, көлеңкеде кептіріп, ұнтақтап, шай қылып іше бер, бойыңда ауру қалдырмайды деді. Содан бастап жас шықса жантақ жинап алатын болдым. Сөйтіп оны шай ретінде ішіп жүрмін. Құдайға шүкір, денсаулығым 100% жақсарып, өзім жасарып кеттім деуге болады. Жантақтың суыққа қарсы ыстық түсіретін, жөтелді басатын, жараның аузын жиыратын, зәр айдайтын, іш қатуын болдырмайтын қасиеті де бар. Ол геморройды да жақсы емдейді. Ем ретінде жантақтың гүлін, тамырын пайдаланады. Іші қатып ауыратындар жантақтың алдын ала кептірілген, ұсақталған тамырының 2 шай қасығына бір стақан қайнаған су құйып 7 минут қайнатады. Қараңғы жерде 30 минуттай тұндырып суытады. Содан соң осы қайнатпаның бәрін аш қарынға бірден ішіп қою керек. Ішті жақсы жүргізеді, ал жатыр мойынның эрозиясы, іріңді отит және геморрой аурулары кезінде жантақ ваннасын қабылдау керек.
Ол үшін жантақтың 4 ас қасығына 500 мл қайнаған су құйып, оны 2 сағат тұндырып қояды. Сонан соң онымен ауырған жеріңізді жуасыз. Жантақтың осындай емдік қасиеті бар. Дегенмен жантақты пайдаланбас бұрын дәрігерлерден кеңес алғаныңыз жөн. Осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомыз пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын іздейік ағайын. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.